Әдемі қылып айтам. Маған апайдың өткізген шаралары өте ұнады. Әсіресе дене шынықтыру шаралары өте ұнады. Және оның қасына апайлар есепті барын алмастырып күшті қылып өткізді. Маған өте ұнады. Маған апайлардың іс-шарасы ұнады. Және де мен 2 купон алдым, бірақ оның біріншісінде топтық жұмыста өте белсенді қатыстық. Ол шаралар маған қатты ұнады. Екіншісінде де сол дене шынықтыруында ода да топтық жұмыспен әр топтық жұмыс адамдарға татулық, достық береді. Әдемі қылып айтам. Маған апайдың өткізген шаралары өте ұнады. Әсіресе дене шынықтыру шаралары өте ұнады. Және оның қасына апайлар есепті барын алмастырып күшті қылып өткізді. Маған өте ұнады. Маған апайлардың өткізген шараларының бәрі ұнады. Әсіресе таныстыру сабағы ұнады. Ол жақта біз бір-бірімізге жылы лебіз сөздерін жеткіздік. Және де мен апайларға алғыс айтқым келеді. Біздің сабаққа деген қызығушылығымызды арттыру үшін купон сияқты заттарды сыйлыққа бердім. Бізге ұнады. Айдынғали, сәл тыңдашы. Маған апайлардың іс-шаралары ұнады. Мен алтын балық купонынан БЖБ-ға көмек деген купонды ұтып алдым. Маған апайлардың іс-шаралары қатты ұнады. Осындай шаралар алда болсын ба, болмасын ба? Мен тағы да іс-шаралар болғанын қалаймын. Құптыш отырш. Әте бер. Жанат апай өткізген шаралар өте қызықты болды. Бұл шаралар бізді қысылмауға, өзімізді жақсы ұстауға, ұйымшылдыққа барды. Болды ма? Маған бұл шаралар өте қызықты және ұнады. Себебі біз досымызбен бірге сыйласып және ортаға үйрендік. Осындай шараларды тағы болуын қалаймын. Болды ма? Так, тынышталайық балдар. Тыныш. Айта бер. Жанат апай және Айгүл апай бізбен жұмыс жасаған еді. Ол не жақта болды. Осы аралықтың ішінде біз бір-бірімізге үйренісіп, ойындар ойнатылып, түрлі қызықтар өтті. Оның ішінде бұл ойынның аты алтын балық, яғни алтын балықты ұтып алған команда кез келген досының қасына бір ай отырады, немесе асханадан бірге тегін самса немесе тағы да заттар алады, немесе БЖБ-ға көмек алады. Бұл өте керемет өтті. Алдағы уақытта тағы да болғанын қалаймыз. Бастай ғой. Біз апайлардың арасында бір купон ұтып алып, оның ішінен самса жеу деген шықты. Ол купонға біз қатты қуандық. Айта бер. Апайлардың жасаған шараларында мен дарау шарасынан ұттым. Одан мен бір сабақтан БЖБ-ға көмектесіп купон алдым. Бұл шара маған қатты ұнады. Әсіресе есептері, сосын доппен ойнау, солар маған қатты ұнады. Айта бер. Маған апайлардың өткізген шаралары өте қатты ұнады. Соның ішінде бізде әртүрлі жағдаяттар берілген суреттер. Оны біз тақтаға жапсырып, өз ойларымызды жеткіздік. Маған бұл топтық жұмыс өте қатты ұнады. Айта бер, Кәусар. Тыныш. Мен ол арқылы өзімнің жауапкершілігімді, көзбасшылықты өзімнің қолыма алдым. Және де осындай шараларды алдағы уақытта болған қалаймын. Және де осы арқылы өзімді ортада ашып, өзімді мәдени ортада ұстай алдым.
өткізген есептерді де шығарған есепте ұнады. Бұл ойындар, Бұл шаралар деп айта бер. бұл шаралар біздің топтық жұмысқа қатысып, ортада ашық болып жүріп, басқалармен достасуға үйретеді. Bir жағынан бұл өзімді тыңдатуға және басқалардың айтқанына ермеуді үйретеді. Бізге алтын балық ойындары қатты ұнады. Бізде дарабоз сайыстары және де тағы да басқа ойындар ұйымдастырды. Бұл ойындар бізге өте керемет көңіл-күй сыйлады. Алдыда тағы болады деген үміттемін. Молодец. Маған апайларым өткізген шаралары өте қатты ұнады. Көбінесе біз топпен жұмыс жасап, елеңдеп, сыйласып, қолдап, бір-бірімізді қолдаштап, топпен жұмыс жасау қалай екенін білдік. Маған ең қатты ұнағандары дағы дарабоз ұнады. Ода спорт және сабаққа байланысты қатысты араластырып істеген. Маған апайлар өткізген топтық шаралар өте қатты ұнады. Соның ішінде топ болып жасағандар, бір-бірімізді құптап тыңдап, бір-біріміздің ойымызды бөлісіп ойымызды жеткізе алдық. Қыздар жақсы екен.